Кайырлуу күн құрметті менің достарым, кайырлуу күн құрметті менің бизнес әріптестерім. Сіздер мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Мен бүгін сіздер менен видео түсірілімді жалғастырамын. Менің бүгін видео түсіріліме қозғайтын тақырыбым, сіз ДЦП ауруын қалай жеңдіңіз, именно Тяньши өнімдерінің ішінде қандай өнімдерді қабылдадыңыз деген сұрақтарға мен жауап іздейтін боламын. Өйткені себебі көптеген адамдардың сұрағы дайректке де шығып жатыр, жеке WhatsApp номеріма да шығып жатыр. Соның барлығына жауап ретінде мен осы видео түсірілімді түсіруді жөн деп таптым. Егер менің видеомна көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші, ДЦП деген ауруға мен тоқталып өтейін. Ол қандай ауру? Мынау тірек мидан сигнал келмейді, и одан кейін тірек қимыл аппараттарының дұрыс жұмыс жасамауы. Яғни мынау аяғымыздың, қолымыздың өз-өзімізге бағынбай дұрыс жұмыс жасамауы, сал ауруы, яғни жүрмеуі, өзіңді өзің басқара алмауың, барлығы да сол именно ДЦП-ның ауруының белгілеріне жатады. Мен де сол ауруменен ауырдым. Менікі детский церебральный паралич, спастический нижней части болды. Кеудеден төмен қарай менде жан болмады. Маған 14 жасыма дейін барлық жерге барып емделдім, бірақ өкінішке орай ойымдағыдай нәтижені ала алмадым. 14 жасымда осы компания анам мені кезіктірді. Сонан кейін мықты бір орыс елінің өкіліне жолықтық, дәрігерге, осы Тяньшидің дәрігеріне. Осы балаға сен именно осы Тяньшидің өнімдерін бересің. Организміне микро-макро элементтері жетіспегеннен кейін бұл бала төсекте жатыр, бұл бала жүре алмай жатыр деп консультация алғаннан кейін менің анам осы өнімдерді маған үзбей алып беру нәтижесінде мен қалыпқа келдім. Менің ең бірінші ударный дозада ішкен өнім детский кальций. Азанда 3 пакет егін, түсте 3 пакет егін, кешке 3 пакет егін, күніне 9 пакет детский кальций. Оның ішіне биоцинк, онынан биоцинк өнімін салатын 3 мезгіл, и оның ішіне 3 неден мен 3 штуктан мозговой кальций салып ішетін. Сөйтіп коктейль қылып мен денсаулығыма қабылдадым. Ең басты менің ішкен өнімдерім ең бірінші келген кезде детский кальций, мозговой кальций, цинк и омега-3. Осы 4 өнімді жаңағыдай дозада мен іштім. Омега-3-ді әрине мен бөлек іштім. Азанда 3, түсте 3, кешке 3-ін ішіп, ударный дозыменен дәл осы дозада мен үздіксіз қабылдап отырдым. 3 ай дегенде ең бірінші мендегі болған нәтиже, мынау кеудеге бетіп жабысып қалған қол төмен қарай түсіп, яғни өзінің дәрежесіне организмге витаминдер барып толыққаннан кейін уже мен қолым, аяғым барлығы өзінің қалпына келе бастады. Құрметті бизнес әріптестер, құрметті ДЦП балалардың ата-аналары, менің сіздерге айтарым, сіздердің де балдарыңыздың организміне менің организмім секілді, менің организміме жетіспеген секілді Менделеев таблицасындағы микро-макро элементтердің жетіспеушілігінен ең бірінші құрметті анасы сіздің организміңізге жетіспегеннен кейін ол балаға беріліп тұр.
сонан кейін барып ол балаға жетіспеушілік туындап тұр, яғни патологиялық ақаумен өмірге келіп тұр. Егер сіз балаңыздың организмін Менделеев таблицасындағы, тағы да қайталап айтамын, барлық элементтер бар иондалған кальцийді, именно тианшидің кальцийін, тианшидің өнімдерін беретін болсаңыз, міндетті түрде сізде нәтиже болады. Мен өзім осы өнімдерді ішіп, төсектен тұрып, коляскаға отырып, коляскадан жүру мүмкіндігіне ие болып, қазіргі таңда мен самостоятельно өмір сүру бақытына ие болдым. Сіздің де балаңыз дәл осындай дәрежеге жететініне, сіздің жеткізе алатындығыңызға сіз бірінші әуелі Алла, екінші өзіңіз сенімді болып, үшінші осы өнімге сеніп, осы өнімді беретін болсаңыз, міндетті түрде сіздерде нәтиже болады. Сіздер ойыңыздағы нәтижеге қол жеткізе аласыздар. Осы өнімді мен осы айтылған өнімдерді мен бастапқы кезде іштім. Одан кейін үздіксіз басқа өнімдерді де іштім. Основной осы 4 өнімді іштім. Сіздерде де жақсы нәтиже болады. Сіздерде де ойыңыздағы нәтижеге қол жеткізеді деген мен ойдамын. Келесі видеоларымда жүздескенше саламатта болыңыздар.